Хмер ертегісі. Екі қыз. Баяғыда бір қыз өмір сүріпті. Бір күні шешесі қызын орманға жабайы тәтті ақ түйнек қазып әкелуге жұмсайды. Қыз қолына күрек пен тоқма себет алып орманға барады. Қалың жынысқа кіріп кетеді. Қалың жыныстың ішінде құрт-құмырсқалардың илеуі. Илеу жанында терең үн бар екен. Қыз илеудің айналасына тәтті іздей бастайды. Бір кезде күрегінің сабы шығып кетіп, күрегі дәл жаңағы үнге түсіп кетеді. Қыз айнала жүгіріп күрегін шығарып ала алмайды. Әлдебіреу естіп көмекке келер деп айқайлай бастайды. Бір мезгілде үннің ішінен мүлде қартайып, басы іріңдеп кеткен жолбарыс шыға келеді. «Қызым, көмекке шақырғаныңды естідім. Мен күрегіңді алып берейін. Тек басымның іріңін тазалап берсең болды. Маған басқа ештеңенің керегі жоқ», дейді ол. «Ой, ататай-ай, сіз маған күрегімді алып берсеңіз, дегеніңіздің бәрін де істеймін». Жолбарыс күректі алып береді де, қыздың уәдесін орындауын күтіп тұрады. Қыз үшкір таяқты алып, жолбарыстың басының іріңін тазалай бастайды. Жолбарыс қыздан: «Мүмкін менің терім иістеніп кеткен болар», деп сұрайды. Әрине, мұндай іріңнен мүңкіген иіс шығып, жүрегіңді айнытады ғой. Бірақ қыз оған: «Жоқ, ата, ешқандай да иіс жоқ», дейді. Жолбарыс бірнеше қайтара сұрайды, ал қыз болса сол айтқанынан танбайды. Қыз жұмысын бітірген кезде жолбарыстың терісі жалтылдап өзгеріп шыға келеді. Ірің түгел тазаланады. Жолбарыс қызға: «Себетіңді әкел, мен саған тәтті ақ түйнектің ең жақсысын салып берейін», дейді. Қыз себетін береді, ал жолбарыс оған көрсетпей, себетін алтын мен күміске толтырып, бетін жақсылап жауып: «Ал енді мына тоқма себетіңді ал да үйіңе бар. Үйіңе барғаннан кейін әке-шешеңді, ағаларың мен әпкелеріңді шақырып алып, есігіңді мықтап жауып, содан кейін барып себеттің бетін аш», дейді. Қыз жолбарысқа рахметін айтып, қоштасып үйіне келеді. Әке-шешесін, ағалары мен әпкелерін шақырып алып, есікті мықтап жауып, себеттінің бетін ашады. Ашып қалса, жалт-жұлт еткен алтын мен күміс. Бірнеше күннен кейін осы оқиғаны көршісі де естиді. Оның да қызы бартын. Ол қызына: «Көрмейсің бе елдің қызын? Орманнан алтын, күміс әкеліп, әпкелері мен ағаларына сыйлайды. Ал сен болсаң, жабайы ақ түйнектен басқа ештеңе таппайсың. Ана күректі ал да, құрт-құмырсқалардың илеуіне барып, көршінің қызының істегенін істе», деп ұрсады. Көршінің қызы орманға кетеді. Күрегін үнге лақтырып жіберіп, көмекке жолбарысты шақырады. «Қандай тілегің болса да орындаймын», деп сертін береді. Жолбарыс күрегін алып береді де, алғыс орнына денесінің іріңін тазалап бер дейді. Көршісінің қызы айтқанын істей бастайды. Ал жолбарыс одан: «Мүмкін менің денемнің иісі шығып тұрған болар», деп сұрайды. «Ой, атай, иісі сондай жаман екен», дейді. «Жарайды, онда тазаламай-ақ қой. Әкел себетіңді, мен саған бірдеңелер салып берейін», дейді. Қыз лезде оған себетін бере қояды. Жолбарыс оның себетіне ұлы сұр жыланды толтырып беріп жатып: «Үйіңе бар да, шешеңді шақырып алып, есігіңді мықтап жап, содан кейін себетіңді аш», дейді. Көршінің қызы оның айтқанын бұлжытпай істейді. Үйіне келіп, шешесін шақырып алып, алтын мен күмісті бөліп аламыз деп ойлап, себетін ашады. Оның ішінен сұр жыландар жорғалап шыға бастағанда, шешесі мен қызы алды-артына қарамай қаша жөнеледі.